Мамыр айында жетісулық спорт сүйер қауымды ірілі-ұсақты 20-дан астам спорттық шара қуантады. Атап айтқанда, Талдықорған ипподромында көкпардан республикалық чемпионат жалауын көтереді. Сондай-ақ ерлер мен әйелдер арасында ауыр атлетикадан ел чемпионаттары және тоғызқұмалақтан республикалық сайыстары өтеді деп күтілуде. Мұнан бөлек садақ атудан Қазақстан кубогы Талдықорған қаласында сарапқа салынады. Ал 9 мамыр жеңіс күні мерекесіне орай облыс әкімінің кубогына бәйге ұйымдастырылып, ат жарысынан Қазақстан чемпионаты өтеді. Спорттық шаралар тек бір айдың өзінде 6 мыңға жуық адамды қамтиды деп күтілуде. Жетісу өңірлік коммуникациялық алаңында сала басшылары спорттық шаралар бойынша жоспарымен бөлісті. Осы жарыстардың барлығы Талдықорған қаласында ұйымдастырылады. Бұл дегеніміз облысымызға туризм саласында да болсын, жалпы спорт саласында болсын үлкен серпіліс деп айтуға болады. Өйткені бір айдың ішінде 6-7 үлкен спорттық республикалық деңгейдегі жарыстар өткізілмек.